Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай бургерге арналған бургерлер дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Ол үшін бізге ұн, сүт, сары май, жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ашытқы және тұз, сонымен қоса шекер керек. Алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Оған шекерімізді саламыз, сары майымызды саламыз. Сары май бөлме температурасында болу керек. Жылы сүтті салып берді аламыз. Үстіне ашытқымыз бен тұзымызды саламыз. Араластырып отырамыз. Үстіне жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаның белогын саламыз. Үстіне ұн саламыз. Қолымызбен осылай қамыр илейтін боламыз. Бізде жұмсақ қамыр шықты. Осындай таза ыдысымызға сұйық майымызды құйып, нанымызды салып, бетін жауып, жылы жерге 30-40 минуттай қойып қоямыз. Нанымыз көтерілген соң осылай формада бөліктерге бөлеміз. Және бургерлерімізді дайындаймыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай жерге орнатып дөңгелек форма жасап аламыз. Осы қолымызбен домалақтап бургерлерімізді әдемілеп алдық. Енді табаға салып көтеруге қойып қоямыз. Бургерлеріміз көтерілгеннен кейін бетіне манағы жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз. Бургерлеріміз әдемі болып тұру үшін үстіне кунжут септім. Дайын болған бургерлерімізді 25-30 минуттай пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің жұмсақ бургерлеріміз дайын, өте жұмсақ үлпілдеп болып пісті. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Менің арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.